Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай керемет бифштекс дайындайтын боламыз. Өте дәмдері де ерекше болады. Ең алдымен котлетамыз үшін нанымызды суға бұқтырып аламыз. Ол үшін нанымызды бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып үстінен су құйып, тарелкемен бұқтырып қоямыз. Мен дәл осылай бұқтырып қойдым. Енді күрішімізбен гречкамызды 100 грамнан өлшеп аламыз. Және таза ыдысқа салып, жуып, газға су құйып, тұз салып қоямыз. Картоплымызды да газға қоямыз пісіруге. Енді котлетамызды дайындап аламыз. Фаршымызды, туралған пиязымызды саламыз. Сарымсағымызды үткіштен өткізіп аламыз. Тұз, қара бұрыш, зира салып, жаңағы дайындап қойған нанымыздың суларын сығып алып саламыз. Енді жақсылап котлетамызды араластырып аламыз. Араластырып алдық, енді котлеталарымызға форма беріп аламыз. Достар, керек заттардың барлығын описаниеға жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасай аласыздар. Менің каналымда басқа да тағам түрлерінің рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Осылай әдемілеп формалар беріп алғаннан кейін қуырып алатын боламыз. Формаларымызды да беріп алдық. Енді газға табамызды құйып, майымызды құямыз. Енді котлеталарымызды бірінен кейін бірін салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді артқы жағы қызарғаннан кейін аударып, тағы қызартырып үстін жауып қоямыз. Котлеталарды қуырып жатқан кезде газымыз төмен болуы керек. Мен 2-3 рет котлеталардың үстін жауып 3-4 минуттен пісіріп алдым. Сіздер де үстін жауып пісіріңіздер, міндетті түрде. Тағы бір аударып пісіріп алайын дедім. Ал біздің котлеталарымыз дайын болды. Енді ыдысымызға аламыз. Дәл осылай қалған котлеталарымызды да қуырып алатын боламыз. Біздің картоплымыз пісті. Енді жақсылап езгімен езіп аламыз. Картоптың барлық суын төгіп жібермейміз, кішкене суын алып қаламыз. Өйткені төгіп жіберсек құрық болып қалуы мүмкін. Енді ертіп алған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті заттардың барлығын дайындап алдым. Ең алдымен ұнымызды газда құрық табаға салып, жақсылап қызартырып қуырып аламыз. Біздің соусымыздың ерекшелігі де дәл осы ұнымызды қуырып алғанымызда. Ал ұнымызды да қызартырып қуырып алдық, енді аламыз. Табамызға май құйып, кішкене фарш салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Және туралған пиязымызды салып, тағы жақсылап қуырып аламыз. Енді тұз, қара бұрыш, зираны салып қуырып аламыз. Кішкене томатный паста саламыз, және қуырып аламыз, араластырып. Енді сәбізімізді салып, жақсылап қуырып алғаннан кейін суымызды құямыз. Енді қайнағанша үстін жауып қоямыз. Жаңағы ұнымызға кішкене су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде дәл осындай сұйық масса болады. Біздің соусымыз да қайнады. 5 минут қайнағаннан кейін жаңағы араластырған ұнды массамызды салып, жақсылап тағы 15 минут қайнататын боламыз. Енді пісіріп алған массаларымыздың барлығын тарелкеге әдемілеп салып аламыз және үстінен соусымызды құямыз.
дәл осындай керемет тағам болады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал достар, сіздерге сәттілік. Сәлем достар, бүгін сіздермен дәл осындай керемет дастарханның көркін ашатын жент жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керек болады талқан. Талқанға қантымызды саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кішкене сгущенный молоко қосамыз, тағы араластырамыз. Көріп тұрғаныңыздай, бізде әлі сгущенный молокомыз аз болғандықтан тағы барлығын қосып жібердім. Енді жақсылап араластырып аламыз. Бір-біріне жабысатын масса болуы керек. Дәмдері де өте керемет болып шығады, өте ерекше рецепт, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді қалауыңызға қарай жаңғақ пен мейіз қоссаңыздар болады, және бал қоссаңыздар болады. Мен жаңғақ пен мейізді қосып, жақсылап араластырып алдым. Қолыңызбен ұстаған кезде осылай формасын ұстап тұратындай болуы керек. Енді мен осындай формаға салып алдым. Ал сіздер қалаған формаңызға сала аласыз. Егер де сіздерде форма жоқ болса, тәрелкеге қолыңызбен форма беріп салып қойсаңыз да болады. Достар, менің каналымда әртүрлі торттар, тағамдар, десерттердің рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Женттерімізді әдемілеп формаларға жайғастырып алдық. Ал енді тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Біздің женттеріміз қатты, көріп тұрғаныңыздай өзінің формасын ұстап тұратындай өте әдемі болып қатты. Енді әдемілеп ыдыстарымызға, яғни тәрелкемізге салып аламыз. Мен осындай шоколад қолдандым, ал сіздер қалаған шоколадтарыңызды қолдана аласыздар. Микротолқынды пеште ертіп алып, кішкене сұйық май қостым және осылай женттерімнің үстінен құйып шықтым. Қаласаңыз құйсаңыз болады, қаламасаңыз құймай-ақ қойсаңыз да болады. Бірақ та дастарханда әдемі көріну үшін дәл осылай құйып шыққаныңыз жақсы. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай керемет женттер дайын болды. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз және лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Ал достар, сіздерге сәттілік. Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай керемет дастарханның көркін ашатын, өте дәмді финики в шоколаде жасайтын боламыз. Ол үшін бізге құрма керек болады және миндал керек болады. Енді құрмаларымызды ортасынан бөліп, ішіндегі дәнегін шығарып аламыз. Ақырындап кесіңіз және ақырындап дәнегін шығарып алыңыз, бөлініп кетпесін. Енді барлығының дәнектерін шығарып алдық, көріп тұрғаныңыздай. Енді ішіне кішкене дәл осындай шоколад құйып алып, миндалымызды салып бір-біріне ақырындап жабыстырып қоямыз. Ішіне шоколад құйсаңыз да болады, құймасаңыз да болады және қалаған шоколадтарыңызды қолдана аласыздар. Алдын ала барлығын дайындап алғаннан кейін дәл осындай шоколадтарымызды ертіп аламыз. Алдын ала дайындап алған құрмаларымызға шпажканы жайғастырып, шоколадымызға аунатып аламыз. Ақ шоколадпен жасадым, артынан қара шоколадқа аунатып алдым құрмаларды.
Достар, міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмі аузыңызда қалатындай, қазіргі таңда хит болып жатқан құрмалар болады. Енді барлығына жағып алғаннан кейін үстін безендіріп шығатын боламыз. Осы шоколадтарымдан қалды, соларды кондитерский мешокка салып алып, үстін әдемілеп безендіріп шықтым. Жайлап дәл осылай безендіріп аламыз. Және үстіне қалауыңызша миндаль және жаңғақ немесе кокосовый стружка әртүрлі қалағаныңыздай безендіре аласыздар. Мен миндаль және жаңғақпен безендіріп алдым. Біздің шоколадты құрмаларымыз дайын болды. Енді морозильникке жарты сағатқа салып қатырып аламыз. Менде уже қатып шықты. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет құрмалар болады. Қазір сіздерге іштерінде көрсетемін. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте дәмді, ерекше десерт болады. Достар, менің каналымда басқа да тағам түрлері, салаттар, торттар, десерттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Егер де сіздерге менің каналым ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Ал сіздерге сәттілік, достар. Сәлем, достар. Сіздермен бүгін дәл осындай керемет, ерекше әрі дәмді көріне чупа-чупстар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге дәл осындай көріне филе керек болады және картоп керек болады. Алдымен көріне филелерімізді дәл осылай жұқалау етіп, турап аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта ең керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымды достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Керекті ингредиенттерді описаниеға жазып қалдыратын боламын. Менің каналымда басқа да тағам түрлері, салаттар, десерттердің рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Енді дәл осылай көріне филелерімізді турап алғаннан кейін картопымызды да турап пісіріп аламыз. Ал енді тауықтың етін жақсылап қуырып аламыз. Табамызды газға қойып май саламыз. Майымыз қызғаннан кейін тауықтың етін салып жақсылап қуыратын боламыз. Мен ішіне тұз, қара бұрыш, паприка және қызыл бұрыш қолдандым. Сіздер қалаған дәмдеуіштеріңізді қолдана аласыздар. Енді жақсылап араластырып, суы шыққанға дейін қуырамыз. Бізде сулары шықты, жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы қайнатамыз 5-6 минуттей. Бізде 5-6 минут болды, енді тағы араластырып, тағы бетін жауып 5-6 минут қайнатамыз. Ал енді біздің тауықтың еттері пісті. Араластырып, суы тартылғанға дейін қуыратын боламыз.
Суы да тартылды. Енді ыдысымызға алып суытып аламыз. Картобымызды да езгімен езіп алдық. Енді көрінне филелерімізді, яғни тауықтың етін мясорубканың көмегімен өткізіп аламыз. Сіздерде блендер бар болса, блендердің көмегімен де жасасаңыздар болады. Ал енді кішкене-кішкенеден сүт салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз немесе басқа дәмдеуіштерде қазір салсаңыз болады. Сочный болғанын қаласаңыз, сары майды да ертіп салыңыз. Мен сары май салған жоқпын, сүт қана құйдым, ал сіздер сары май салсаңыздар да болады. Енді сары майларымызды 4 бөлшетіп, дәл солай турап аламыз. И осындай печенье қолдандым мен. Жақсылап фольга орап аламыз печеньеларымызды. Енді әдемілеп форма береміз. Ішіне сіз сыр қолдансаңыз да болады, немесе дәл осындай сары май қолдансаңыз да болады. Жақсылап печеньеларымызды қойып, әдемілеп дәл осылай формаларды беріп, жұмыртқамызға аңлатып аламыз. Ал енді ұнға аунатып аламыз. Тағы жұмыртқаға аунатып аламыз. Артынан талқанымызға аунатып аламыз. Дәл осылай барлық котлеталарымызға форма беріп шығамыз. Сіздерге тағы бір рет көрсетейін. Сары майды саламыз. Печеньемізді қойып, жақсылап әдемілеп форма беріп аламыз. Форманы беріп алғаннан кейін жақсылап жұмыртқамызға аунатып аламыз. Енді ұнымызға аунатып аламыз. Тағы жұмыртқаға аунатып, и соңында талқанға аунататын боламыз. Ал мінеки барлық котлеталарымызды дайындап алдық. Енді жақсылап жұмыртқаларымызға аунатып, ұнға аунатып аламыз, талқанға аунатып алып, қуыратын боламыз. Табамызға майды салып, жақсылап қызғаннан кейін, бірінен кейін бірін салып, котлеталарды қуырамыз. Қызарып шыққанға дейін қуырып алатын боламыз. Аударып барлық жеріне қызартырып қуырып аламыз. Қызарған котлеталарымызды ыдысымызға салып аламыз. Енді қалған котлеталарымызды тағы бірінен кейін бірін салып қуыратын боламыз.
Біздің курине чупа-чупстарымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет болып, түстері де әдемі болып шығады. Дастарханыңызға да қонақ келген кезде жасасаңыздар болады, өте керемет болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазып, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Ал сіздерге сәттілік. Сәлем достар, сіздермен бүгін айт дастарханымызға өте керемет ерекше дәл осындай чак-чактар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге керек болады су, сары май, жұмыртқаның сарыуызы, сметана, разрыхлитель, тұз керек болады. Суымызды ыдысқа салып аламыз. 2 жұмыртқамыздың сарыуызын саламыз. Сметанамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және кішкене тұзымызды саламыз. Сары майымызды да салып, жақсылап лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Енді разрыхлителімізді салып, тағы араластырып, ұнымызды аз-аздан салып араластыратын боламыз. Дәл осылай араластырып, қоюланған кезде қолымызбен илейтін боламыз. Бізге жұмсақ қамыр керек болады. Достар, керекті заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын, грамдармен сол жерден қарап жасай аласыздар. Ал енді қолымызбен жақсылап дәл осындай илеп аламыз. Біздің қамырымызда дайын болды, дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Енді салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Енді біз сиропымызды дайындап аламыз. Ол үшін шекерімізді ыдысымызға саламыз және кішкене су салып, кейін осындай лимонный кислота қолданды. Дәл осындай әшейін азғантай ғана саламыз, көп салудың керегі жоқ. Енді араластырып, газға қойып қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін 3-4 минут қайнатасыз, болды. Қарап тұрмасаңыз, қоюланып қалуы мүмкін. Сондықтан да қарап араластырып қарап тұрыңыз. Енді біздің қамырымыз жарты сағат тұрды. Дәл осындай теп-тегіс қамыр болады. Енді жайып аламыз жұқалау етіп. Достар, менің каналымда тағамдардың, десерттердің, торттардың, салаттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осындай формада кесіп аламыз. Ал сіздерде қамыр кесетін домалақ формаларыңыз болса, сонымен кессеңіздер де болады. Барлығын кесіп алдық. Енді шетіндегілерді алып аламыз. Біздің қамырымыз дәл осындай жұқа болады. Енді форма беріп кесіп алған қамырларымызды жинап аламыз. Кішкене ұн саламыз. Осындай сумен кисточкамызды аламыз. Енді формаларымызға кішкене ұн жағып, сумен дәл осындай ортасынан бір сызық етіп сызып аламыз. Және үстінен тағы бір домалақ формамызды қоямыз, кішкене ұн жағамыз, тағы сумен кішкене сызып аламыз. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз. Бір домалақта 4-5-6-ға дейін болуы мүмкін. Мен 5-6 қамырды қойып, дәл осылай бастым.
Сіздер де қатты осылай басуыңыз керек. Бір-біріне жабысып тұру керек. Тағы бір рет көрсетейін сіздерге. Дәл осылай су жағасыздар. Тағы ұн сеуіп жағып аласыздар. Тағы су жағасыздар. Тағы қамырымызды қойып дәл осылай басып аламыз. Біздің қамырларымыз уже дайын болды. Майымыз қызып тұрған болуы керек, өйткені тез жабысып қалуы мүмкін қамырларымыз. Сондықтан да тез салып аламыз. Араластырып тұрыңыз, немесе жабысып бір-біріне әдемі болып шықпауы мүмкін. Сондықтан да араластырып жабысқан жерлерін вилканың көмегімен ажыратып жібереміз. Дәл осылай бізде доп-домалақ болып шығады. Біздің доп-домалақ чак-чактарымыз да дайын болып қалды. Көріп тұрғаныңыздай, түстері де әдемі болып шығады, дәл осындай. Ал енді чак-чактарымызды сиропымызға аунатып аламыз. Сиропымыз да дайын болды. Дәл осындай аунатып аламыз. Өте тамаша дастарханыңыздың сәнін келтіретін чак-чактар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және достарыңызбен де бөлісіңіздер. Барлық чак-чактарымызды бірінен кейін бірін салып, сиропымызға аунатып, тарелкамызға әдемілеп форма беріп қойып аламыз. Мен чак-чактарым әдемі көрінсін деп үстінен дәл осындай безендіріп шықтым. Ал сіздер қаласаңыздар сепсеңіздер болады, қаламасаңыздар дәл осылай қалса да әдемі көрінеді. Біздің чак-чактарымыз осындай әдемі болып шығады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және лайк басып, комментария жаза кеттіңіздер. Сәттілік! Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай ерекше тағам дайындайтын боламыз. Қазіргі таңда хит болған түріктердің ең сүйіп жейтін тағамы, көпшілігінің көңілінен шыққан маклубе тағамын дайындауды үйрететін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге керек болады малдың еті, сәбіз, картоп және пияз керек болады. Видеода көрсетілгендей еттерімізді турап аламыз. Дәл осылай барлық еттерімізді әдемілеп турап аламыз. Тағамымызға керек ингредиенттерді описанияға жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден толық рецептін көре аласыздар. Ал етімізді де турап алдық. Енді картопымызды дәл осылай домалақ етіп, жұқа да емес, қалың да емес, орташа етіп турап аламыз. Ал енді сәбізімізді де дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, жұқа да емес, қалың да емес, орташа етіп турап аламыз. Пияздарымызды доп-домалақ етіп, дәл осылай турап аламыз. Ал енді газға табамызды қойып, кішкене май саламыз. Сұйық май салып, етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Біздің етіміз жұмсақ пісу үшін 1-2 сағат пісіруіміз керек. Алдымен жақсылап қуырып аламыз, кішкене тұз саламыз.
Aralastырып кішкене қара бұрыш саламыз. Тағы жақсылап араластырып қуырылғаннан кейін суымызды құямыз. Енді газымызды баяу етіп қоямыз. Және қапқағын жауып 1-2 сағат қайнатып аламыз. Енді біздің етіміз дайын болғанға дейін картоптарымызды қуырып алатын боламыз. Дәл осылай жақсылап қуырып аламыз, қызартырып. Пісіп кету керек емес, қызарып шықса жетеді. Ыдысымызға дәл осылай қағаз сүлгі салып, жақсылап майларын сұрықтырып аламыз. Картоптарымызды бірінен кейін бірін салып, жақсылап қызартырып қуырып аламыз. Қызарған картоптарымызды қағаз сүлгінің үстіне аламыз. Ал енді бірінен кейін бірін салып, сәбіздерімізді қуыратын боламыз. Сәбіздерімізді де қуырып алдық. Енді қағаз сүлгінің үстіне аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдардың түрлері, десерттер, салаттар, пирогтардың түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Біздің сәбіздеріміз қызарып шықты. Енді ыдысымызға аламыз. Ал енді табамызды газға қойып, сұйық майымызды саламыз. Енді жуып алған тап-таза күрішімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырғанымыздың себебі күріштеріміз піскен кезде ажыралып тұрады. Ал енді күркума саламыз. Күркуманы салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Тұз саламыз және кішкене қара бұрыш саламыз. Енді жақсылап күрішімізді 1-2 минут қуырып аламыз. Күріштеріміз де қуырылды. Енді ыдысымызға саламыз. Біздің барлық заттарымыз дайын болды. Енді мен дәл осылай кастрюль қолдандым, кішкене май салдым. Сіздердің пісіретін ыдыстарыңыздың асты қалыңдау болуы керек. Енді пияздарымызды дәл осылай бірінен кейін бірін салып шығамыз. Сәбіздерімізді де әдемілеп бір шеттен салып шығамыз. Ал енді етімізді саламыз. Барлық жеріне бірдей етіп тегістеп, үстінен картоптарымызды саламыз. Достар, әрбірін салып жатқанда арасына кішкене тұз сеуіп отырсаңыздар болады. Мен тұз сепкен жоқпын, жаңа қуырып жатқанда етке тұз салдым, күрішке де тұз салдым. Енді дәл осылай күріштерімізді салып, басып қоямыз. Піскен кезде шашылып кетпеу үшін. Қолыңызбен де жақсылап бассаңыздар болады. Ал енді күріштеріміздің бетін жауып, су құйып аламыз. Қайнаған су болу керек. Мен қайнаған суыма кішкене тұз салып, жақсылап араластырдым. Енді жақсылап араластырып алғаннан кейін күрішімнің үстінен құйып шықтым. Біздің суымыз күрішімізді жауып тұруы керек. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп құйып аласыздар. Енді газға қойып, жақсылап қайнатып, суларын сорғытырып аламыз.
Ал енді үстін жауып 30 минутқа газдың астын төмен етіп қоямыз. Ал енді біздің тамағымыз дайын болғанға дейін салатымызды дайындап аламыз. Қиярымызды дәл осылай жұқа етіп турап аламыз. Помидорымызды да жақсылап турап аламыз. Енді редискамызды да дәл осылай турап аламыз. Дәл осылай көкөністерді де турап саламыз. Кішкене тұз салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біздің тамағымыз да пісіп шықты. Енді дәл осылай үлкендеу ыдысқа саламыз. Үстінен 1-2 рет қасықпен ұрамыз, жандарынан да ұрамыз. Барлық жері бірдей болып түсу үшін. Ал біздің тамағымызды дайын болды. Енді жандарына дәл осылай салаттарымызды жайғастырып аламыз. Енді дәл осылай сұйық кефир қолдандым мен, өздеріңіз қалаған кефирлеріңізді қолдана аласыздар. Ал достар, өте керемет, ерекше тағамымыз да дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте тамаша, ерекше болады. Дәмдері де өзгеше болып піседі. Ал достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сәттілік сіздерге. Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай қарапайым, ерекше және тез дайын болатын пахлава пирогын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Пахлавамызға керекті заттар: un, разрыхлитель, айран, сары май және жұмыртқа. Сары майымыз бөлме температурасында тұрған болу керек. Енді жақсылап ұнымызға араластырып, езіп аламыз. Дәл осылай масса болады. Енді жұмыртқаларымыздың сары уызы мен ақ уызын ажыратып алып, сары уызын ұнымызға саламыз. Ақ уызын салып жатқан ыдысыңыз тап-таза құп-құрғақ болуы керек. Енді жұмыртқаларымыздың үстіне айранымызды салып, жақсылап лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақтау етіп қамыр илеп аламыз. Біздің қамырларымыз да дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай жұмсақ қамыр болады. Салафанға салып, тоңазтқышқа қоямыз. Енді меренге дайындап аламыз. Миксерді төмен оборотымен кішкене шәкерімізді аз-аздан салып, миксерлеп дәл осындай қою масса жасаймыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай болу керек. Біздің ыдысымызды төңкерген кезде де меренгеміз түсіп кетпейтіндей қатты болу керек. Достар, менің каналымда басқа да тағам түрлері, пирогтар, торттар, десерттердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып алуды ұмытпаңыз.
Ал енді тоңазытқышқа салған қамырымызды алып 3 бөлікке бөліп аламыз. Екеуі үлкендеу, біреуі кішкентай болуы керек. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке етіп әдемілеп жайып аламыз, жұп-жұқа етіп. Енді дайын қамырымызды формаларымызға салып аламыз. Формамыздың размері 30-ға 30. Дәл осылай әдемілеп барлық жеріне жеткізіп салып алғаннан кейін шетіндегі артықша жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастайтын боламыз. Дәл осылай вилкамен барлық жерін тесіп алып, қызып тұрған 250 градуста духовкада пісіріп алатын боламыз. Ал енді қамырымыз пісіп шыққанға дейін екінші қамырымызды жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз пісіп шықты. Енді осы жайып алған қамырымызды листімізге саламыз. Қамырларымыздың артқы жағы да әдемі болып піседі. Енді шеттеріне шығарып, жақсылап жайғастырып аламыз. Жаңағы дайындап қойған меренгелерімізді екіге бөліп, бір бөлігін осы жерге салатын боламыз. Міндетті түрде қамырымызды дәл осылай вилкамен тесіп алу керек. Енді барлық жеріне меренгені жағып шыққаннан кейін дәл осылай жаңғақты жайып шығамыз. Ал үстінен піскен қамырымызды салып, тағы сол меренгемізді жайып сүртіп аламыз, және үстінен жаңғақтарды сеуіп шығатын боламыз. Енді соңғы қамырымызды салып, барлық жеріне жеткізіп, жайып аламыз. Енді жұмыртқаларымызды осы қамырымыздың үстінен әдемілеп бір тегісте етіп, барлық жеріне жағып аламыз. Шеттерін видеода көрсетілгендей етіп, бір-біріне жабыстырып шығамыз. Және сол шеттеріне де жұмыртқамызды жағып аламыз. Ал енді пышақтың көмегімен әдемілеп формаларға келтіріп, кесіп аламыз. Үстінен жаңғақтарымызды дәл осылай барлығына қойып аламыз. Енді қызып тұрған духовкада 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің пақлаваларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет болып шығады. Қонақ келген кезде де тез дайын болатын және барлығының көңілінен бірдей шығатын өте керемет пирожный болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Іштері де дәл осындай болып, сочный болып шығады. Дәл осындай ерекше пирожныйларымыз сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Ал сіздерге сәттілік, достар! Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай керемет қытырлап тұратын коріндоктар жасайтын боламыз.
Videoni so'nguna дейін qarangizda o'tmayman. Endi eng oldin biz sosiskalarimizni dal o'shanday qog'oz sulgiga qo'yib, üstini yaxshilab basib suvlarini tartib olamiz. Bizga sut kerak bo'ladi, un, yumurta, shakar, razrıhdil, tuz kerak bo'ladi. Eng oldin unimizni idisimizga solamiz. Şekerimizni solamiz. Razrıhdil men tuzimizni da solib, yaxshilab aralashtirib yumurtamizni solатын bo'lamiz. Endi yaxshilab aralashtirgandan keyin sutimizni az-azdan quyamiz. Endi yaxshilab bir kelki bo'lganga дейін aralashtirатын bo'lamiz. Ko'rib turganingizday bizde dal o'shanday qo'yu massa bo'ladi. Endi bu massani uzundoq dal o'shanday stakanga solib olamiz. Al endi stakanga solib oldik. Sosiskalarimizga dal o'shanday shpachkalarda yaxshilab o'rnatib olamiz. Dostlar, mening kanalimda boshqa taom turlari, tattilar, tortlar, desertlarning retseptlari bor. Mіндетті turda kirib ko'ringizlar. Ko'rib turganingizday dal o'shanday o'rnalashtirib oldik. Bizde barliq sosiskalarimiz dayım bo'ldi. Endi dal o'shanday stakanga joylab batırib olamiz. Men de dal o'shanday suxari qo'ldandim. Sizlar qalaganingizni qo'ldan olasizlar. Suxari bo'lmasa da o'shanday talqanga ilib olsangizlar da bo'ladi. Men suxariga uyda bor nandan jasadim. Sizlar de dal o'shanday jasasangizlar da bo'ladi. Endi yaxshilab suxariga batırib olgandan keyin talqanimizni barliq yerine tegizib chiqamiz. O'tkeni suxarilarimiz barliq yerine tegmaydi. Da o'shanday barliq yerine tegizib sevib olamiz. Men sizlarga ikki turini ko'rsatgim keldi. Ko'rindoqlarning biri suxari men, al ikkinchisi dal o'shanday talqanga ilib olamiz. Ikki turida o'ta damda bo'ladi ekan, mіндетті turda dayındab ko'rsangizlar bo'ladi. Tang'asqa nemese kasqa tez dayım bo'lатын sizga basarlar bo'ladi. Qizib turgan mayda endi barlig'ini birdan keyin birini solib qo'rib olатын bo'lamiz. Yaxshilab qizartirib qo'rib olgandan keyin dayın ko'rindoqlarimizni salfetkaning ustine olатын bo'lamiz. Men o'shanday salfetka qo'llanaman. Al sizlar gazetaning ustine nemese qog'ozning, daftarning ustine olsangizlar da bo'ladi. Dal o'shanday birdan keyin birini olamiz. Endi qolgan ko'rindoqlarimizni da yaxshilab qo'rib olатын bo'lamiz, qizartirib.
Екі жағын аударып жақсылап қызартырып қуырамыз. Қуырылған корындоктарымызды тағы да салфетканың үстіне алатын боламыз. Біздің корындоктарымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет, сочный болып шығады және өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, видеоны достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай қырсылдап тұратын корындоктар болады. Ал сіздерге сәттілік, достар. Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай ерекше дәрумендерге бай дастарханның көркін ашатын баклажан салатын жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керек болады баклажан, қияр, қызанақ, болгар бұрышы, көкөністер керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді салып, жұмыртқамызды салып, әртүрлі дәмдеуіштерді салып, бір сарымсақты өткіштен өткізіп, кішкене ұн салып, жақсылап араластырып, құймақ жасап алатын боламыз. Біздің құймағымыз дайын болды, дәл осындай құймақ болады. Ал енді баклажанымызды әдемілеп турап алатын боламыз. Өздеріңіздің қалағаныңызша турасаңыздар болады. Мен дәл осылай 4 бөлікке бөліп, ұзынша етіп, ұсақтап турап алдым. Дәл осылай бөліктерге бөліп, ұсақтап турап алсаңыздар болады, ұзын-ұзын етіп. Енді дайын турап алған баклажандарымызға жаңағы дайындап қойған құймағымызды салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутке алып қоямыз. Тұздары, дәмдеуіштері жақсылап баклажанымызға сіңуі керек. Ал енді қиярымызды турап аламыз. Қиярды мен осылай әдемілеп турап алдым. Ал сіздер қалағанша турай аласыздар. Достар, менің каналымда басқа да салат түрлері, тағамдар, пирогтар, торттардың, десерттердің рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып алуды ұмытпаңыз және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің салған видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыз. Енді қызанағымызды да дәл осылай етіп турап аламыз. Сарымсағымызды да ұзынша етіп турап алатын боламыз, дәл осылай етіп. Болгар бұрышымыздың ішін тазалап, дәндерін алып тастаймыз және жұқа етіп, ұзынша етіп турап алатын боламыз, дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп. Біздің салатымыздың ерекшелігі баклажанымызға құймақ салып қуырғанымызда міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте тамаша, дәмді салат болады. Ал енді көкөністерімізді де дәл осылай етіп турап аламыз.
және бір пиязымызды артқы жағын алып тастап, дәл осылай үлкен етіп 4 бөлікке бөліп алып, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қуырғанда да жеңіл желпі қуыруымыз керек. Piyazımız kuruldu, енді ыдысымызға аламыз. Ал енді баклажандарымызды қуырып алатын боламыз. Достар, пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырыңыздар міндетті түрде. Өйткені маған сіздердің пікірлеріңіз маңызды, және сіздер қалай дайындайсыздар, соны да жаза кетіңіздер. Енді аударып барлық жерін қызартып қуырып алатын боламыз. Қуырылған баклажандарымызды ыдысымызға аламыз. Көріп тұрғаныңыздай, мен майларын сырықтырып алып жатырмын. Дәл осылай етіп барлық баклажандарымызды қуырып алатын боламыз. Ал баклажандарымызды да қуырып алдық, енді ыдысымызға саламыз. Енді дайын қойған көкөністеріміздің үстінен қуырылған пиязымызды, баклажанымызды салып, кішкене уксус салдым және сәбіздің дәмдеушін салдым. Жақсылап араластырып жатырмын. Сіздер дәмдеушке қалаған дәмдеуштеріңізді қолдана аласыздар. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай ерекше салат болады. Енді салатымызды тәлелкемізге әдемілеп салып аламыз. Салатты да жақсылап салып алдық. Енді үстінен әдемі көріну үшін дәл осындай күнжіт сепіп аламыз. Және шеттеріне дәл осылай жалбыздарымызды, яғни мияталарымызды қойып әдемілеп сәндеп аламыз. Енді салатымыз дайын болды. Дәл осылай дастарханға тартсаңыздар болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздердің небәрі 1-2 секунд вақыттарыңыз кетеді. Ал мен үшін бұл өте маңызды. Менің каналымның дамуына көмегіңіз тиетін еді. Ал сіздерге сәттілік, достар. Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай керемет бананды коктейльдер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ең алдымен бізге сүт керек болады, банан и дәл осындай ностальгия мороженесі керек болады. Мен алдын ала бананымды қабығынан тазартып бөліктерге бөліп алдым. Енді блендерімізге 300 грамм сүтімізді құямыз және бөліктерге бөлінген бананымызды саламыз. Ал енді мороженемізді бөліктерге бөліп салатын боламыз. Өте оңай, қарапайым коктейль болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді блендерімізге жайғастырып алып, жақсылап араластыратын боламыз.
Достар, менің каналымда басқа да печенье, торттар, тағамдар, десерттердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады, және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Енді коктейлімізді дәл осылай басып-басып, тағы жақсылап көпіртіріп аламыз. Біздің коктейлімізде дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай көбіріп әдемі болып шығады. Енді коктейлдерімізді ыдыстарымызға жақсылап құйып аламыз. Қалауыңызға қарай безендірсеңіздер болады. Мен дәл осылай безендіріп алдым. Өте дәмді, ерекше, әрі қарапайым, оңай коктейлдер болады. Балаларыңызда сүйіп ішетін жаздың күнінде өте дәмді коктейлдер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал сіздерге сәттілік.